Бұл сабақта лекалды матаға орналастыру, сызып пішу туралы үйренеміз. Біз матаға пішу үшін ең әуелі матаны жуып, үтіктеп болғаннан кейін қарайсыздар. Мынау менің матамның ішкі бетін бір-біріне деп беттестіріп, бірдей қылып, столдың бетіне тегіс жайып алдым. Көріп тұрсыздар ғой, көрініп тұр деп ойлаймын. Тегіс жайып алдым. Еш жерінде ешқандай залом, мынандай жирық, еш нәрсе болмау керек. Мата еркін сезініп жату керек өзін. Осыдан кейін бізде мынау кромочный деген матаның шеткі бөлігі. Осы бөлігін мүмкіндік болса, енді қазір мен қиып алып тастаймын. Сіздерде мына жиегін қиып алып тастайсыздар. Жиегінен мына жерін бір примерно мына өзі 1 сантиметрдей шашақтарынан, кейбір маталарда бұл жер тартылып тұрады, кейбір маталарда тартылмайды, бірақ осылай әдемі емес болып тұрады. Осы жерін бізге жұмыс істеуге кедергі жасамау үшін қиып алып тастаймыз. Ары қарай лекалдарға біз мына жерге шетіне сгиб деп белгілеген жерлерін матаның бүктелінген бөлігіне орналастырамыз. Мынау менің алдыңғы бойдың юбкасы, бүктелінетін сгибін шетіне қарап қойдым. Бұл жерде менің матам бүктелініп тұрған жері. Мынау менде басканың тоже сгиб деген жерін бүктелінетін жерге қойдым. Сосын лекалды тексеру барысында маған юбканың ұзындығы ұнамады, қысқалау болып қалды. Сол себепті мен қазір мына лекалды 8 сантиметрге ұзартамын. Қалғанын егер қарайсыздар, егер сіздің матаңызда ворс болса, мынау мысалы артқы бойдың юбкасы. Егер ворс болатын болса, артқы бойдың юбкасы да, алдыңғы бойдың юбкасы да барлығы осылай бір положенияда, бір бағытта пішіліп қиылу керек. Егер ешқандай айырмашылық жоқ болса, онда мынандай бағытта қойып, матаны үнемдеу мақсатында осылай қойып пішіп ала берсеңіздер болады. Және айта кететін жайт, бізде лекалда долевая нит деген болады. Яғни мынау бізде арқаның бойы ғой. Арқаның бойы осылай түзу жату керек. Арқаның бойы былай жатуға, болмаса былай көлденеңнен жатқан, ол дұрыс емес. Бізде арқаның бойы түзу тұр ма? Осы бір түзудің бойымен пішілу керек. Оны да қарайсыздар. Егер қисық болса, біздің көйлегіміз дұрыс отырмайды. Біріншіден, екіншіден бір-біріне тіккен кезде қиындық тудырады. Және молнияны тіккен кезде тоже тігу барысында бізге жұмыста қиындықты туғызады. Ары қарай енді матаның ыңғайына қарай лекалдарды қойып, бормен бастырып, сызып пішіп аласыздар. Мына жерде тағы да қайталап айтқым келіп тұр. Біз лекал жасау барысында насечка қалдырдық қой. Осы насечканы матаға міндетті түрде белгілеу керек. Оны кейін жұмыс барысында түсінесіздер. Мінекей, мынау біздің насечканы мына жаққа қарай өткізу керек. Мынау лекалым. И осына мінекей тура ештесін өзгертпей насечкаларын қойып бастырып алдым. Енді осыдан ары қарай біз тігіске 1 сантиметрден беріп шығамыз. Егер көзбе-көз, мысалы, әшейін көзбен қиып алу қиын болса, аккуратно линейканы деп бастырып, матаны қозғалтпай 1 сантиметр былай өлшеп беріп шықсаңыздар болады. Бірақ мен бірден осылай қиып ала берем. 1 сантиметр қалдырып, көз мөлшерімен қиып ала беремін. Егер сіздерде ондай прям көзіңіз ондайға бір не дейді, орысша зоркий дейді ғой. Көз мөлшеріңіз жақсы болса, онда осылай сіздерде қиып ала берсеңіздер болады. Егер жоқ, мен олай істей алмаймын десеңіз, бірден мінекей боковой шовтан 1 сантиметр бересіз. Ең жалпы орта есеппен барлық жерден 1 сантиметр бере берсеңіздер болады. Енді бір маңызды момент, қараңыздар. Бізде алдыңғы бойда барлығы сгибқа келіп тұр ғой. Сгиб деген жағдай бүктелінген жерде. Енді бізде артқы бойда потайной молния болады. Ол үшін қараңыздар, мынау басканың боковой шовында 1 сантиметр қалдырамыз. Ал арқа бой омыртқаның үстінен түсетін тігіске біз 1,5 сантиметр өлшеп қалдырамыз лекальная линейкамен. Мен 1,5 сантиметр қалдырдым. Көрдіңіздер ғой? Бұл бізге потайной молнияны тіккенге керек болады. Ары қарай, мына жерде лифті де былай крайт еткен кезде, мына жерде мен әдейі қалдырған жоқпын, сіздерге көрсеткім келіп тұр себебі. Лифті арқа бойдан 1,5 сантиметр біз замок, молния дегеніміз, потайной молния деген кәдімгі көрінбейтін молниямыз. Замогымыз ғой.
мына ара қашықтық менде 1,5 сантиметр. А қалған жерлерге кәдімгідей 1 сантиметр тігіске беріп кете береміз. Выточкаға берген кезде бұлай сыз тастамаймыз. Обязательно бас жағын бұлай үшкірлеу болып, егер бұл қиын болса, просто мына основной сызықты сызып алыңыз міндетті түрде. Сосын үстіне деп қиған кезде сәл-сәл үсті жағын бұлай үшкірлеп алсаңыздар болады. Артқы бойдың юбкасына келген кезде тоже солай жасаймыз. Мінекей мынау біздің середина юбки деп жаздық қой, середина спинки деп тұр. Осы жерден 1,5 сантиметр қалдырамыз. Бұл молния бізге тек бөксенің сызығына дейін ғана келеді ғой. Дегенмен де 1,5 сантиметр тігіске қалдырамыз. Бұл бізде, қыздар, тағы да айтам, артқы бойдың ортаңғы шовына ғана. Боковой шов, басқа шовқа барлық жеріне 1 сантиметрден бере береміз, но именно молния түсетін жерге біз әрдайым 1,5 сантиметр шовқа қалдырамыз. Естеріңізде болсын. Енді мен бағана выточка туралы айттым. Выточканы біз мына жерін қиып алып тастамаймыз. Выточканы мүлдем қимаймыз, выточкаға тиіспейміз. Осылай қалай бар? Мына вершинасын осындай қылып, үлкендеу қылып, ош-бұрыш қылып қиып аламыз. Үлкен выточка болса. Кішкентай выточкаларды осылай қалдырып кете берсек, это нормально. Енді ары қарай мына выточканы бізге келесі бетке көшіру керек. Ол үшін былай істейміз. Выточканың бас жағына ұшына ине тығамыз. Оны екінші жағынан шығарамыз. Екінші инені мына ұшынан, мына сызық тұр ғой, осыны сызықтың бойымен бас жағынан тоже кіргіземіз да обратно шығарамыз. Бізде бұл получается, біз бұрышын зафиксировали. Мына выточканы да дәл солай. Бас жағына тығып, мына жағынан шығарамыз. Бізде мынау ине кірген жер выточканың ұшы, ол ориентир болу керек. Ары қарай екінші сызықты былай көрсетеміз. Енді осыны белгілеп алғаннан кейін біз выточканың бас жағына, мен былай аккуратно аударам, сіздер ләж болса тиіспеңіздер. Выточканың бас жағына матаны бір-біріне жылжытпай аккуратно ұстаймыз. Мата қозғалып кетсе бітті. Мынау еще сусылдап тұрған мата екен, купра деген. Выточканың мына бас жағына жайлап насечка береміз. Насечканы былай істейміз, қараңыздар. Қайшыңыз сіздің өткір болу керек. Мата қиған кезде қатты қайшыны көтеріп қиюға болмайды. Жай ғана матаны ақырын ұшымен көтермей қиямыз. Насечканы ұшына алып келесіздер. Мен негізі былай бір қия салам. Осы маған жеткілікті деп ашқан кезде көрінеді. 1 сантиметр қып қимаймыз. 0,5 мм, бізге 5 мм жетеді. Ары қарай келесі выточканың бас жағында тура осылай қиып аламыз. Барлық насечканы, любой бөкседегі бүкіл выточканы әшейін осылай белгілеп аламыз. Жақта балам жылап кетті, мен енді айып етпеңіздер, қазір выточканы көрсете салайын. Бізде насечка деген мынау, насечка деген мынау. Енді ары қарай мынау насечка бар, мына инелер бар. Аккуратно матаны ұстап, екінші жағына қарай аударамыз. Байқасаңыздар, бізде мынау насечка тұр, мынау иненің басы. Насечканың басы. Енді мынау бізде бастапқы нүкте, көрдіңіздер ғой? Мынау біздің насечкамыз. Осы насечкамен мына иненің басын бір-бірімен қосамыз. Сосын мына екінші насечкамен мына иненің басын, бізге ориентир мына ине. Осыны қосамыз. Бұл біз насечканы, выточканы келесі бетке аудардық. Мына выточканы да тура солай жасаймыз. Матаны аккуратно қозғалта бермеңіздер. Насечкамен иненің басын, точа қаз қоя тұр, мен видео түсіріп жатырмын. Мына насечкамен жарайды, тік берем. Қосамыз. Болды. Бізде выточка
екі жаққа ауысты.